Қаланың шетінде ескі бір үй бар еді. Сол үйде Қайрат пен Зәуре өмір сүрді. Биыл екеуіне де 65 жас толды. Бірақ олардың шаңырағына ешқашан шын бақыт тұрақтамаған. Қайрат жас кезінде еңбекқор еді. Қолынан іс келетін, жұрт сыйлайтын жігіт болатын. Зәуре соған сеніп тұрмысқа шықты. Алғашқы жылдары бәрі жақсы басталғандай көрінді. Ол қыз сүйді. Үйде күлкі де, үміт те болды. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Қайрат достарымен отырып, алғаш рет ішімдікке үйір болды. Бір рет қой деген сөз уақыт өте келе күнделікті әдетке айналды. Әуелде Зәуре мән бермеді. Шаршаған шығар деп жұбатып жүрді өзін. Жылдар өте келе арақ Қайраттың мінезін өзгертті. Ол бұрынғы сабырлы, мейірімді адам емес еді. Айқай, ұрыс, кейде қол көтеру бәрі үйдің күнделікті көрінісіне айналды. Балалары қорқып өсті. Ұлы үйден ерте кетіп қалды. Әскерден кейін қайта оралмады. Мұндай үйге қайтқым келмейді деді, бірақ рет телефон арқылы. Қызы да ұзатылып кеткен соң ата-анасына сирек келетін болды. Анасының көзіндегі мұңды көргісі келмейтін. Ал Зәуре ше? Ол кете алмады. Балалар үшін төземін деген үміт оны жылдар бойы ұстап тұрды. Бірақ балалар өсті, кетті. Ал ол сол баяғы орнында қалды. Қайрат болса ішімдікті тастамады. Жұмысынан айырылды. Достары да біртіндеп жоғалды. Ақырында жалғыз қалды, бірақ өз қателігін мойындамады. Күндердің бір күні қыстың суық кешеді. Үй іші тым-тырыс. Қайрат тағы да ішіп келді. Бірақ бұл жолы бір түрлі әлсіз еді. Орындыққа отыра сала, үнсіз қалды. Зәуре деді ол алғаш рет бәсең дауыспен. Зәуре таң қалды. Ол бұл дауысты көптен естімеген. Кешір деді Қайрат. Осы екі сөзді ол 40 жыл күтті. Зәуренің көзіне жас келді. Бірақ бұл қуаныштың жасы емес еді. Бұл өткен өмірдің, кеткен жылдардың, жоғалған бақыттың жасы еді. Енді кеш деді ол жай ғана. Сол түні екеуі алғаш рет ұзақ сөйлесті. Айқайсыз, арақсыз, тыныш. Бірақ бұл тыныштық тым кеш келген еді, балалары алыста. Денсаулық кеткен. Жастық шақ қайтпайды. Таң ата Қайрат оянбады. Зәуре үнсіз отырды. Көзінен жас та шықпады. Себебі оның жүрегі әлде қашан жылап болған еді. Сол күні ғана үй іші тынышталды. Бірақ бұл бақыттың тыныштығы емес еді.